Сәлеметсіздер ме ханымдар? Бүгін мен сіздермен өте нәзік болып шығатын ірімшікті печеньенің рецептісімен бөлісемін. Және де барлықтарыңызды бүгінгі білім күнімен құттықтаймын. Бізге қажетті заттар: 100 грамм сары май, 200 грамм ірімшік, 120 грамм қант, 200 грамм ұн, шымшым тұз, 2 жұмыртқа сарысы және шай қасықтың 1/4 бөлік ас содасы. Ең алдымен ыдысқа 200 грамм ірімшікті және 100 грамм сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте қантымызды саламыз, тағы да араластырамыз. Жұмыртқаның 2 сарысын салып, жақсылап араластырамыз. Тұз бен ас содасын салып, тағы да араластырамыз. Ұнымызды саламыз, араластырып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қамырымызды алып, 2-ге бөлеміз. Қамырдың бір бөлігін алып, жаямыз. Қамырымызды дөңгелек формамен бөліп аламыз. Видеодағыдай жасасаңыздар болады. Мен форманың орнына стаканды пайдаландым. Тура осылай екінші қамырымызды да жайып, дөңгелек пішінмен бөліп аламыз. Енді видеоға қарасаңыздар, мен 4 дөңгелек қамырды алып, оны бір-бірінің үстіне жайғастырып, одан кейін орап алдым. Орап болғаннан кейін белінен кішкене қысып жібересіз, қамыр ажырап кетпеу үшін. Одан кейін пышақпен қамырды 2-ге бөлесіз де, раушан гүлін жасай қоясыз. Яғни бұл печеньеміз бізде раушан гүлі іспеттес болып шығады.
Дайын болған гүлдерімізді біз пештің формасына жайғастырамыз. Қалған қамырдан біз дөңгелек печеньелер жасаймыз. Құрт сияқты дөңгелете қоясыз, ешқандай қиындығы жоқ. Гүлдерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Өте нәзік, өте жұмсақ, өте дәмді, ірімшікті печеньелеріміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Достар, рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.